Маусымның 23-інде бүкіл әлем бойынша Walt Disney студиясы түсірген «Тачка 2» анимациялық фильмнің тұсаукесері болады. Дәл сол күні Қазақстанда бұл мультфильм қазақ тілінде көрсетіледі. «Көліктер 2» деп аталатын фильмнің алғашқы нұсқасы 2006 жылы шыққан еді. 3D жүйесіндегі голливудтық картиналар қазақ тіліне алғаш рет аударылып, көпшілікке ұсынылғалы отыр. Туындыны алдымен денсаулығы нашар және жетім балалар тамашалайды. Бұл туралы бүгін Болашақ қауымдастығының өкілдері Астанада өткен арнайы баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Фильмді қазақ тіліне аудару үшін дауыстарды Walt Disney студиясының мамандары таңдаған. Дубляж жасаушылар қатаң іріктеуден өтті. Балдырғандардың көз айына айналған мультфильмдегі бірқатар көліктердің дауысын отандық әртістер сомдайды. Қазір қазақ тілі үшін біздің мемлекетте бәр мүмкіндік жасалынған. Сол себептен мына үлкен жоба бүгінгі ол тағы осы саясатын жалғастыруы. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішев тікелей оның қолдауымен осы проект басталған. Бір жыл бойы біз бәріміз жұмыс істеп, осындай бүгін нәтижеге осы күнге жетіп отырмыз. Өзіңіз білесіз, 7000 тіл дүние жүзінде, бірақ тек қана 38 тілге мына мультфильмдер бәрі аударылған, қазақ тілі 39 болып отыр.